Көп кешікпей тұрғын үй құрылыс жинақ банкі мен Қазақстанның ипотекалық компаниясы құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы істері агенттігінің қарамағына өтеді. Бұл туралы бүгін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездескен агенттік басшылары хабарлады. Олардың айтуынша, мұндай қадам агенттіктің құзырын күшейтіп, жұмысын нығайтады. Қазір елімізде тұрғын үй шаруашылығын дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы іске асып жатыр. Осы құжаттың арқасында жөндеу көрмей тозығы жетіп тұрған үйлер жаңғырады. Бүгінгі таңда республика бойынша 541 үйді жөндеу басталады. Яғни ескі тұрғын үйлердің шатыры, құбыры және есік терезесі ауыстырылып, ғимараттар жылытылып жатыр. Соның арқасында әрбір үйге жұмсалатын энергия шығынын азайтуға болады. Әзірге үйлерді жөндеуге мемлекет қомақты қаржыны пайызсыз қарыз ретінде ұзақ мерзімге беріп отыр. Алайда биылдан бастап барлық азаматтар дәл қазір өзі тұратын үйі жаңа болса да, келешектің қамы үшін үйді жөндеуге деп арнайы есепшотқа ақша жинақтай бастайды. Келешекте сіздің үйіңіз 5 жылдан кейін, я болмаса 2 жылдан кейін осындай күрделі жұмысты қажет ететін болса, ол келеді, соған біз міндетті түрде, мына мысалы қазіргі біздің пенсионный накопительный фонд сияқты бар, сол сияқты біз ай сайын жаңағы 0,02 МРП-дан төмен емес, біз ақша төлеп отыруымыз керек.